барлық аудан әкімдеріне қоятын сауалым, осы жер кодексінің 50-ші бабында әр қазақстандық 10 сотық жер алуға құқылы дейді. Жалпы Іле ауданында қанша жер биылға беру жоспарда бар? Жалпы ауданда жер бар ма? Ауданда біздің Іле ауданында өкімет тарапынан үй салуға бөлініп жатқан жер мәселесі қарастырылмаған. Неге десеңіз, Іле ауданында жер жоқ, үй салуға бөлініп. Жердің бәрі жекеменшік болып кеткен. Бұл заң шалғай аудандарда қарастырылуы мүмкін. Именно Іле ауданы болғаннан кейін, ол жерге қалаға жақын болғаннан кейін, бізге ол тараптан жер бөліп беру мәселесі қарастыру өте қиын болды. Қазір сіздер тұрғын үй салу үшін сол жекешеге өтіп кеткен жерлерді қайтарып жатырсыздар, білуімше. Қазір сот тарапымен соттасып, сондай жұмыстар жүріп жатыр. Қанша гектар жер қайтарылды осы?